Сәлем достар, бүгін біз уақыт өлшем бірліктерін айтатын боламыз. Рандом шеңберін айналдырып, ондағы түскен анықтамаға жауап береміз. Бір жылда қанша ай бар? 12 айда бір жыл бар. Кеттік, келесін айтамыз. Минут түсті. 60 минутта 1 сағат бар. Келесін істейді. Бізде тәуелсіздік күні түсті. Тәуелсіздік күні 16 желтоқсан. Күн қысқарып, түн ұзайтын кез. Келесін айналдырайық. Бізде 2 жыл түсті. 2 жылда 14 ай бар. Наурыз мерекесі 22 наурыз болады. Күн түн теңеледі. Келесін айналдырайық. Екі аптада 14 тәулік бар. Келесін айналдырайық. Сағатта 1 тәулік, 2 сағат бар. Келесін айналдырайық. Бізде 2 жыл түсті. 2 жылда 24 ай бар. Болыңыздар достар, бүгінге есеп аяқталды. Есеп сіздерге тиімді болса, лайк басып кетіңіздер.